оқушылар, кітапханамызда біздер сіздер не оқуға, ертегілер оқуға келдіңдер, бірінші сыныпта оқисыңдар, біздер кітапханамызда ертегілер күнгі мына жерде ғажап ертегілер деген атаудан. Ой, молодец. Жарайсың, Атима. Ал кет, ендеше тағы бір сынап көрейін сендерді. Апасынан қашып кетті, атасынан қашып кетті. Кездестіріп біраз аңды, біраз жолдан асып кетті. Әрине, ол барлығымыз жақсы көреді. Бауырсақ ертегісі екен, иә? Жарайсың. Ал кеттік. Қызыл оның телпегі, апасының тентегі. Қасқырға ол алданып, жолда адасып кетеді. Телпегі қызыл. Қандай ертегі? Қызыл телпек қой, балалар, сендер біліп тұрсыңдар ғой, мінекей қызыл телпек екен ғой. Лақтардың мамасы, лақтарым, мен сүт әкелемін деді. Қасқыр келсе тығылыңдар деді. Сөйтіп мамасы кетіп қалды. Қасқыр келді, есіктің... Сонда ертегінің аты қалай аталады екен? Жеті лақ. Жарайсың. Кітаптың бұрыштарын бітіп, орап, немесе бүктеуге болмайды екен. Кітаптың сырты білінбес үшін кітапханашы апай берген оқулықтарымызды, әліппе, математикаларымызды не істеуіміз керек оның сыртын? Қаптап жүруіміз керек екен. Ал кітаптың беттерін істеуге болмайды. Болмайды. Үйде тамақ ішетін жерде, шай ішетін жерге кітап апарып оқуға бола ма? Қарындашпен, қаламмен оның беттерін шимайлап сызуға бола ма? Болмайды. Мінекей балалар, кітап білім бұлағы. Кітапхана сол кітаптардың тұрағы. Көп үйреніп, көп оқыған баланың анықтап білімпаз болып шығады. Сендер білімпаз болып алады ма? Ендеше осы кітапханаға енді жиі келіп тұратын боласыңдар. Жарай ма? Енді біз орынды апайға не айтамыз? Кітапханашы апайға? Рахмет деп айтамыз. Рахмет балалар.